дархан ағалар, бүгін 2025 жылдың 25 апрелі біз Сарыағаш ауданы Жібек жол елді мекенінде Ерекең жылыжайындамыз. Жылыжай деп айтқанымызбен, бұл котелы дұрыс болмағаннан кейін жақпады, котел қосылмады. Ультрасилдермен жауып, сөйтіп термос қылып, сөйтіп өсірген. Бұл Pinkstar деген сорт, Yüksel компаниясынікі. Егілгеніне ровно 2 ай болды, 60 күн. Мен көріп тұрсыздар, бірінші кистері ұстады. Екінші кистері усиление кист тастайды екен. 3, 4 шығарып қойған, енді гүлдейді. 5 кистер тоқтатамыз деп отыр. Қаласа піскенде тағы да түсіріп жібереміз нәтижесін. Bir түптен қанша килограмм алғанды оны да айтамыз, түсіріп жібереміз. Бұған обязательно кистті ұстайтын кист держательдер болады, соны қою керек, әйтпесе мынау көтере алмай сынады. Бұны қарап көрсеңіздер, мына жерде уже иіліп көтере алмай тұр кисттерін. Мынау енді болса да көтере алмайды. Обязательно кист держатель қою керек деп ойлаймын енді. Назарларыңызға рахмет. Келесі жолы обязательно тағы да түсіріп жібереміз піскенде.